Сәлем, менің атым Дженнифер. Бүгін сендерге бір нәрсе айтқым келеді. Мен ұзақ уақыт бойы жақындарымды жек көрдім. Бірақ қазір мен ол үшін қатты ұяламын. Міне менің оқиғам. Менің Стелла атты сіңілім бар, және ол туылғанда мен бар болған 4 жаста едім. Әрі оның туылғанын күтіп жүретінмін. Қашан менің сіңілім пайда болады? Қашан менімен ойнайды екен деп. Әрине, мен ол кезде өзім де кішкентай едім. Сол кезде мен бір шикілікті сезе бастадым. Стелла өте аурушаң болып туылды. Ол ауруханада бірнеше аптадай жатты. Және сол кездері бәрі оны алаңдап, қатты жақсы көрді. Мені ұмытып кетті десем де болады. Біраз уақыт бұрын ғана бәрі мені алаңдайтын, жақсы көретін, бәрі менімен ойнап сыйлықтар сыйлайтын. Ал қазір бәрі Стелланы жақсы көреді. Ал менің қалым қалай, оларға бәрібір еді. Олар мені қайтадан жақсы көру үшін жылай бердім, бірақ та бұл маған көмектескен жоқ. Керісінше олар маған қатты ұрысты, және де маған ескерту жасады. Тым үзушіл болма деді. Мен оларға қатты ренжідім және де жындандым. Стелла үйге келгенде мен түк те түсінбедім. Тек жылай береді, бірақ та ата-анам оны қатты жақсы көреді. Әрине, ойлағандай онымен ойнай алмадым. Әрине де мені ата-анам жақсы көретін, бірақ менімен күнде ойнап қыдыртуға уақыттары болмайды. Себебі Стелланы дәрігерге қарату керек болатын. Олар маған қарағанда Стеллаға көп көңіл аудырады. Мен өсе келе мектепке бара бастадым, бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Стелла әлі де аурушаң еді. Ата-анам оған бәрін қиятын. Жүрегін де ақшасын да беруге дайын еді. Ал мен дені сау баламын, мектепке барамын, әрі хоббиім және достарым да бар. Бірақ та ата-анам маған көп қарай алмайтын. Менің көңіл күйім әбден бұзылды, және Стелла менен бәрін тартып алғандай көрінеді. Мен өсе келе маған назар аудару мүлде тоқтады. Ылғи да Стелла анау, Стелла мынау деген сөздерді ғана еститінмін. Әрине де бұл мені жыныма қатты тиеді. Ата-анам мені осы уақытқа дейін бақты, осымен міндеттері бітті деп ойлайды. Мен өзіме назар аударту үшін бәрін істедім. Олар маған түсіндірді, олар мені жақсы көретінін, және мен үлкен екенімді, өз бетіме шешім қабылдай алатынымды айтты. Қарашы, Дженни, сен сондай күштісің, бәрін істей аласың, ал Стелла әлсіз, ол ылғи да ауырып жүреді, ал оған кім қамқор болады? Ал сенде ешқандай қиындықтар жоқ, біз сенімен мақтанамыз. Я, мақтау жақсы, ал қолдау қайда? Мен басқа қаладағы жаңа мектепке ауысуыма тура келді. Мен ата-анамнан жырақта тұрдым. Мен осы күнге дейін ата-анамнан гитара алып беруін сұрайтынмын. Бәрі жақсарып, Стелла мектепке бара бастады. Енді бәрі жақсы болады деп ойладым. Мен Стелламен жақсы араласа бермейтінмін, және оны тыңдағым да келмейтін. Екеумізге ортақ тақырып мүлде болмайтын. Сонда да мен гитара алатыныма қатты сенімді болдым. Бірақ сол кезде Стелла тағы да ауырып қалды. Дәрігердің айтуы бойынша оған теңіз жағалауына 1 айдай демалып, емделу керек екен. Сол кезде анам маған келіп айтты: «Қымбаттым, кешір, айлар бойы теңізде арзан емес. Қазір саған гитара алып бере алмаймыз, сәл күте тұршы». Мен әрине де қатты жындандым және ашуландым. Тағы да кішкентай ханшайым бәрін алады да мен далада қаламын. Осылайша мен үйден кеттім. Менің ойымша Стелласыз өмір керемет сияқты. Ол жоқ болса бәрі жақсы болады деп ойладым. Қыс басталып, мен жаңа жылда үйге келдім. Мен сыйлық алам деп мүлде ойламадым да. Бір кезде гитара ұстап келе жатқан Стелланы көріп қалдым. Мен түк те түсінбедім, себебі гитара алу үшін ата-анамның қаражаты жетпейтінін білетінмін. Стелла өзінің кінәлі екенін сезініп, оның кесірінен гитара алмағанымды біліп, ақша жинапты. Ол күз бойы жұмыс істепті. Және де мен сол кезде өзімнің кінәлі екенімді түсіндім. Ол жайлы не ойлағанымды және тым өзімшіл болғаныма қатты ұялдым. Дәл сол сәттен бастап мен сіңіліммен және отбасыммен жақсы араласа бастадым. Түсініңіздер, сіздерге әрқашанда жақындарыңыз тек қана жақсылық ойлайды.